Армысыз қадірлі көрермен, 5-ші арна эфирінде ел тағдыры ерге аманат әскери патриоттық бағдарламасы. Бұл теле жобамыз бейбіт еліміздің іргесі берік, аспаны ашық халқының қауіпсіздігі жолында өз қызметтерімен күн түндемей тынымсыз еңбек еткен түрлі саладағы отан қорғаушыларымызға арналады. Бағдарламамыз ел мүддесі үшін зор жауапкершіліктермен танылған азаматтардың өмірлері мен қызметтерін үлгі жастар бойына отан сүйгіштік қасиеттерді қалыптастырып, патриоттық сана сезімдерінің оянуына ықпал етуді мақсат тұтады. Биыл 9-шы мәрте Спасск оқу-жаттығу орталығында Айбын халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны өтуде. Айтулы шараға Қазақстанның барлық өңірлерінен және Өзбекстан мен Әзербайжаннан келген екі команда қатысуда. Әскердің әлеуеті сыналған жаттығу алаңын бірге тамашалайық. Әдемі, әсерлі және әскери ауқымды жоба. Қарағанды гарнизонына қарасты Спасск оқу-жаттығу орталығында Айбын жастардың 9-шы халықаралық әскери патриоттық жиыны өткен болатын. Жастар жиынының алғашқы күні Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаевтың, парламент депутаттарының, қорғаныс министрі орынбасарының, сондай-ақ Өзбекстан мен Әзербайжаннан келген шетелдік қонақтардың қатысуымен салтанатты жиынның ашылу рәсімі өткізілді. Биылғы жылы жастардың бас қосуы халықаралық мәртебеге ие болды. Жастар жиыны қарсаңында өткен Әділетті Қазақстан, Адал азамат ұлттық құрылтайының екінші отырысында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев балалар мен жасөспірімдердің іс-әрекетіне серпін беру қажеттілігін жеткізді. Міне осы орайда қорғаныс министрлігінің ұдайы өткізетін халықаралық жастар жиыны белгілі нәтижелерге қол жеткізуде. Атаулы шараның ашылуында сөз бастаған қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов жиынды өткізу идеясына бауырлас елдердің әріптестері қолдағанына ризашылығын білдірді. Жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жастар даму символы, жарқын болашаққа деген үміт көрінісі деген сөзі жастарға үлкен жауапкершілік жүктейтін айқын. Болашақта отанына адал қызмет ететін білікті ұрпақ тәрбиелеуде әскери патриоттық жұмыстың мәні зор. Биыл Айбын жиыны ауқымын кеңейтіп, халықаралық форматқа етуде. Жиынға Әзербайжан, Өзбекстаннан командалар қатысып отыр. Қарағанды облысының әкімі жиналғандарды құттықтап байқауға қатысушыларға сәттілік тіледі. Барлығыңызға мықты денсаулық және алға қойған мақсатқа жетулеріңізді тілеймін. Әрқашан отанымызды қорғауға дайын болыңыздар. Береке құтты болсын. Рахмет. Жетісу өңірінен келген Жетісу тарландары әскери патриоттық клубының капитаны Байғабыл Мейіржан Айбын әнұраны орындалған кезде жарыс жалауын көтеру құрметіне ие болды. Аталмыш команда 2022 жылы өткен республикалық жиынның жеңімпазы атанғандар. Халықаралық жиынның ашылу салтанаты қоян-қолтық ұрыс бойынша әскери дағдыларды көрсетумен жалғасын тапты. Содан кейін оқу-жаттығу алаңының өзінде әрекет дами бастады. Әскери қызметшілер шартты жауынгерлік тапсырманы орындады. Қарулы қылмыскерлерді құрықтады. Жаяу және арнайы жасақтардың әрекеттері 2 тікұшақпен әуеден қадағаланды. Содан кейін 3 танк шайқасқа кірісті. Салтанатты шараның ресми бөлігі аяқталғаннан кейін қатысушылар мен қонақтар үшін тактикалық іс-қимылдарының көрсетілімі ұйымдастырылды. Жиналғандар заңсыз қарулы құрамды жою бөлімшесінің үйлесімді жұмысын көрді. Қатысушылар аспандағы авиация ұшқыштарының ұшуын таңданыспен бақылады. Айбынға үміткер болып бару оңай емес. Осы мақсатта әскери патриоттық клубтар мен әскери оқу орындарының тәрбиеленушілері дайындалып іріктелінеді. Приозерск қаласынан келген Толғанай Тәткен автоматты 7 секундта бөлшектеп, 9 секундта жинап үлгерген. Биылғы жылмен екінші рет қатысып отырмын.
өзімнің туған қалам Прозерск қаласы туралы ән дайындап алып келдім. Жеткен жетістіктерім 2-ші орын автоматтан және пресстен алдық. 16 команда бойынша 8-ші орын алып отырмыз. Айбын алаңы барлық қатысушыларға жігер береді және болашақта нағыз отаншыл сезімде болатындары анық. Жастар жиынына 14 пен 17 жас аралығындағы барлығы 645 қатысушы келді. Үміткерлер еліміздің барлық облыстарынан 43 команда және Өзбекстан мен Әзірбайжаннан 2 команда бас қосқан. Бұл командалар қарулы күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың, әскери патриоттық клубтарының, Қорғаныс министрлігі Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжінің, Жас ұлан республикалық мектептерінің, облыстық әскери мектеп-интернаттарының тәрбиеленушілері. Жастар жиынына келгендер әскери және спорттық сайыстардан бөлек интеллектуалдық ойындарға қатысып білімдерін шыңдады. Шығармашылық сайыстарға қатысты. Әскери техникалар көрмесін тамашалап, кешті алау жанында өткізіп, ағаштар отырғызды, қызықты уақыт өткізді. Биылғы айбын ерекшелігі ол өзгешелігі. Біріншісі ол еліміздің шелек ғасыр өз мерейлі мерекесіне бірінші тақырыбы сол. Екіншісі ерекшелігі бұл ауқымы да, бұның деңгей дәрежесі де қазіргі бұл айбын біздің әскери патриоттық осы жиынымыз қазір халықаралық деңгейге көтеріліп жатыр. Өзіміздің бауырлас Әзірбайжан, Өзбекстан елдерінен жеткіншек өздерінің ұжымдар келіп жатыр. Сол екі өзгешелігі сол. Сосын үшінші өзгешелігі биыл көңіл аударылып жатқан мына конкурстарда бұл цифрлық технологияға көбірек конкурстар аударылып жатыр. Сол жайы сайыстар қазір қызу өтуде. Биылғы жылы жиынның басты назары цифрлық технологияларға басқарусыз аппараттар мен робототехникаға арналды. Сондай-ақ жалынды жастар смарт сарбаз байқауына нақты әзірлемелерді жобаланған роботтарды әкелгені ерекше әсер қалдырды. Бұл келесі смарт сарбазда бізде 4 үлкен категория болады. Ол мобильный әскери робототехника, дрон және ракета ұшыру жарыстары, кибер қауіпсіздік жарыстары және радиоэлектронды жарыстар болады. Біз үлкен ауқымды америкалық және халықаралық жарыстардың программаларын Қазақстанға алып келдік. Соның бірі First деген халықаралық жарыс. Қазір 110 мемлекеттен көбінде бар. Біз Қазақстан ретінде 3-ші жыл сол жарысқа қатысып отырмыз. Былтыр 2022 жылы Швейцарияда, Женева қаласында 3 күн 180 ел қатысқан. Сол 3 күнде біздің құрамамыз, Қазақстан құрамасы ешбір жеңіліссіз 3 рекорд қойған. Және 3 күн бойы бірінші қатарда тұрған. И соңында абсолютті чемпион болды, 3 үлкен алтын алдық. Енді осы үлкен результаттарды біздің робототехниканың бүкіл нәтижелерін, бүкіл жинаған тәжірибені осы біздің жас сарбаздарға таратып, осы үлкен келешек сарбаздарымызды технологияларға және құндылықтарға бағыттап, осындай жаңа сарбаздардың бір ұрпағын өсіруге дайындалып жатырмыз. Электронды құрылғылар арасында байқауға байланысты үзуге қабілетті армиямызға арналған инновациялық жобаны ойлап тапқан Абай облысының жастары өнерлерімен бөлісті. Соғыс аймағында мұндай қондырғы өте пайда болуы мүмкін. Біздің құрылғы белгілі бір арақашықтықта объектті залалсыздандырады. Яғни залалсыздандырғанда ол гаджеттардан. Мысалы камера, ноутбук, гаджет бүкілі. Ол связьға да. Мысалға бұның басты ерекшелігі қазіргі таңда мемлекетке ғаламтор арқылы нұқсан келтіретін хакерлерден қорғану басты, және де арнайы тыңдалым прослушкадан қорғану. Және де бұл енді үлкен масштабты алсақ, мысалы осындай танк масштабында алсақ, бұл ертең енді белгілі бір объектті жаулау үшін өте ықпалын тигізеді. Мысалға біз жүргіздік, сол объектке тоқтадық, осы бір антеннаны қостық. Сол объектті камера бүкілінен залалсыздандырдық. Яғни ол белгілі бір байланыс жүйесін жоғалтады. Енді бұл алдағы уақытта өзінің командасы үшін тиімді уақыт ұтады. Сайысқа қатысушылар үлкен шатырларда тұрды, далалық асханада тамақтанды. Лагердегі атмосфера ерекше болған соншалық шараға келгендер тартысты күресте өздерін барынша көрсетуге дайын болды. Жақсы нәтижеге жетіп жатырмыз. Енді бұл
бұдан тоқтамаймыз, біз алдағы уақытта бұны дамытуға күш саламыз. Енді осы IT мамандармен бірге отыра, алдағы уақытта үлкен көрсеткіштерге жетеміз екен сенімдеміз. Әскери жастар жиыны 23 маусымға дейін созылды. Шараның жабылу салтанатына Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі, Қарағанды облысының әкімі, сондай-ақ Әзербайжан қорғаныс министрлігінің өкілі, Өзбекстандық Ватан Таянчи әскери патриоттық қозғалысының басшысы қатысты. Қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов қатысушыларды жарыстың сәтті аяқталуымен құттықтады. Ол Әзербайжан және Өзбекстан елдермен келісім, теңдік, өзара құрмет пен сенім қағидаттарына негізделген тату көршілік қарым-қатынастың маңыздылығын атап өтті. Жас патриоттар, Астана қаласының 25 жылдығына орай 9-шы рет өткізіліп отырған Айбын халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны өз мәресіне жетті. Жарысқа 43 команда қатысты. Команда құрамында жас ұлан мектебіне, қарулы күштер, басқа да әскер мен әскери құрылым, әскери патриоттық клубының тәрбиеленушілері бар. Ең бастысы, жиын халықаралық форматқа өтті. Оған Әзербайжан, Өзбекстан командалары қатысты. Оқу-жаттығу жиынының қорытындысы бойынша халықаралық есепте 3-ші орында Әзербайжан құрамасы, 2-ші орында Өзбекстан, 1-ші орында Қазақстан құрамасы иеленді. Республикалық әскери оқу орындарының санатында да үздік атанған қорғаныс министрлігі, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжінің командасы 9-шы халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны арасындағы гран-при мен абсолютті чемпион атанды. Жастар жиынына қатысушылар арасында үздік жас сарбаз номинациясы бойынша Шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты жас барлаушы әскери патриоттық клубының Мержан Теміржанов кубок иегері атанды. Салтанатты шара соңында қорғаныс министрлігі Астана қаласы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжінің команда капитанына Айбын 2023 жиынының туы табыс етілді. Жарыс жеңімпаздарын кубоктармен, медальдармен, дипломдармен және естелік сыйлықтармен марапатталды. Ең бастысы жастардың жадында мәңгілікке қалатын жағымды естеліктері бар. Осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Ел іргесі берік, көк туымыз биік болсын. Ел тағдыры елге аманат. Аман сау болыңыздар.